Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода дәл осы құрақ түрін ең оңай жолмен қалай құрау керектігін үйренетін боламыз. Алдағы уақытта менің жаңа туындыларымды жіберіп алмау үшін лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Жұмысымызды жеңілдету мақсатында ең алдымен деталь сызып алатын боламыз. Оған осындай газет болса жеткілікті. Менің алған өлшемім 68-55 см тік төртбұрыш. Осы тік төртбұрышымызды тең ортасынан бүктеп, екі жақ басынан 3 сантиметрден қалдырып, ерікті түрде осындай сызық сызып қиып аламыз. Мінекей. Дайын болған деталімді түкпен бір басып тегістеп алдым, және осылай жоғарғы беттерін белгілеп қоятын боламын. Дәл осы құрақ түріне 4 түрлі мата керек болады. Мінекей түс үйлесімділіктеріне қарай екіге бөлдім. Қазір дайындап алған детальдеріммен пішіп дайындайтын боламыз. Мінекей ең алдымен осы қызыл күрең түсті матамен ең үлкен үшбұрышымызды дайындаймыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Мен жалпы детальдерді тігісімен бірге дайындаймын. Сондықтан қалай деталь бар, тура солай пішіп қиятын боламын. Сонымен бірінші деталіміз дайын. Енді екінші деталімізге жаңағы деталь сызғанда газетімізге белгі соғып қойдық қой, жоғарғы бетіне крестик жасап, соларды үнемі жоғары қаратып сызатын боламыз. Мінекей. Видеоға мұқият болыңыздар. Достар, сонымен осы 15 минут уақыттарыңызды бөліп, үзбей қарап шықсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу мақсатында бірінші, екінші детальдердің пішілу және тігілу жолдарын асықпай, қалғанын айландырып көрсететін боламын. Достар, каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Сонымен біздің екінші деталіміз де дайын болды. Дәл осылай жиналатын болады. Дәл осы бағытта келесі түсімізді де дайындап аламыз. Дайын болған детальдерімізді дәл осы бағытта бірін-біріне әдемілеп қосып шығамыз. Үшбұрышты қию үшін матаның көлденеңінен қиылғандықтан ол созылмалы болып келеді. Сондықтан осы қосылатын жерлерін екі жақ басын бір 3 сантиметрге дейін қосып алып, мінекей, көріп отырғандарыңыздай, міне, дәл қылдырып, екінші басында дәл солай қосып, екі матаны бірін-біріне беттестіріп, инемен түйреп алсаңыздар да болады, немесе осылай бірін-біріне басып отырып тіксеңіздер, дәл сөздер. Мата қиғашынан пішілгендіктен тігу кішкене қиынырақ, но дегенмен дәл осы жерін әдемі келтіріп алсаңыздар, құрақтарыңыз әдемі шығатыны сөзсіз. Осы құрақтың ең қиын тігісі дәл осы жері деп айтамын, қалғаны оңай. Мінекей, сонымен әдемілеп қосып алдық. Міне, ешқандай жібі тартпай, дәл өзі түсе қалды. Мінекей, дәл осылай екінші құрағымызды да қосатын боламыз. Мінекей, екі басынан 3 сантиметрден бірінші тігіп аламыз. Сол кезде оңайырақ болады.
Дайын болған детальдерімізді әдемілеп тігісін қақ жарып бір үтіктеп алатын боламыз. Мінекей. Өзімізге ыңғайлы болу үшін қазір біз өте көп жіңішке бөлшектерге бөлетін боламыз. Сондықтан осылай тегістеп үтіктеп алғанымыз абзал. Достар, қазақ тілді контентті қолдау ретінде лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Дайын болған екі негізгі деталімізді осылай бірінің үстіне бірін қоямыз. Екі деталіміздің де оң жағы жоғары қарап жату керек. Мінекей, бірінің үстіне бірін оң жағын қаратып қоямыз. Астындағы пирамидаға, үстіндегі пирамида бір-біріне қарама қайшы жату керек. Содан кейін астынан бастап жіңішке сызықтарға бірінші сызып аламыз. Мен 4,5 сантиметрден осылай өлшеп барлығын бірінші сызып алатын боламын. Жалпы мен пышақтан қарағанда, роликовый пышақтан қарағанда қайшымен жұмыс жасағанды ұнатамын. Сол үшін осындай 4,5 сантиметрден барлығын сызып алып, кейін барлығын қиып шығатын боламын. Егер сізде роликовый пышақ бар болатын болса, бірден қиып шықсаңыз болады. Осындай сызықтарға бөліп алғаннан кейін астындағы матаны қоса, міне екеуін бірге дәл осы сызық бойына барлығын ұзын ленталарға бөліп алатын боламыз. Және достар, осы ленталардың ені 3 сантиметр мен 4,5 сантиметрдің аралығында болса, өте әдемі көрінетін болады. Одан жалпақ болса, ол әдемі шықпайды, одан жіңішке болса, тігілу жолы қиын болады. Ленталарымызды толығымен қиып алсақ, мінекей, үстіндегісін бірінші қоямыз, астындағы матаны екінші қоямыз. Тура осы бағытта барлығын осылай тізіп қойып шығамыз. Мінекей, үстіндегісін бірінші, одан кейін екінші. Дәл осылай кезекпен кезек қойып отырамыз. Осы құраққа менің қолданған матам королевский велюр, сондықтан олардың түктері осылай қиылып отырады. Мінекей, қараңыздар, енді шығып келе жатыр, е? 4 түрлі пирамида бірін-біріне кіріп тұрған сияқты эффект беріп тұр, е? Достар, дәл осы құрақ түрінің атын білсеңіздер, немесе өздеріңіз ат қойып, комментарийға жаза өтіңіздер. Сонымен барлығын қойып алсақ, жоғар жағынан белгі соғып қоямыз. Бұл барлығын біріктіріп тігу жолында бізге керек болады. Өте күшті көмектесетін болады осы сызық. Міне, енді қайтадан орнына кішкене жинақтаймыз. Кейін басынан бастап бірін-біріне шатастырмай әдемілеп қосып шығатын боламыз. Дайын болсақ, бірінші лентамызды бірге қосып шығайық. Мінекей осылай қойып, бағанағы белгі соққан жағымыздан бастап тігетін боламыз. Белгіні сол үшін қойып алдық. Үнемі осы жақ басынан тігу үшін. Екі негізгі деталіміздің ұзындығы бірдей болғандықтан, лентамызды, осы жердегі лентамызды бірдей етіп ұстап отырамыз. Сол кезде олар біркелкі шығуы керек. Мінекей, екі жақ басын бекітіп отырып тігіп шығамыз. Міне. Мінекей, барлық ленталарды осылай бірін-біріне қосып шығатын боламыз. Мінекей, бірінші лентамыз осымен дайын. Мінекей, дәл осылай барлығын бірін-біріне қосып шығамыз. Дәл осы құрақ түрі әдемі шығу үшін ең алдымен екі лентадан қосып алып, кейін тігістерін қақ жарып, дәл осылай үтіктеп алғандарыңыз абзал. Кейін қайталап, шатастырмай әрқайсысын өз орындарына қойып алып, енді бір-бір лентадан кезек-кезегімен қосып отыратын боламыз. Кеттік. Әр лентаның бас аяғын бекітіп отырып тігеміз. Видеоға мұқият болыңыздар. Достар, сонымен бірге менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар.
бастапқыда сызып қойған белгіміз мінекей әр ленталарды қосып отырған кезде шатаспау үшін керек болған. Лентамыздың дәл осы белгі қойған жағын жоғарыға келтіріп бірін-біріне қосып шығатын боламыз. Достар, ең басында дайындап алған екі негізгі деталіміздің өлшемі мен жаңағы дайын болған осы құрағымыздың өлшемін описанияда қалдыратын боламын. Қарап өтсеңіздер болады. Достар, тағы да қандай құрақ түрлеріне мастер-класс немесе оңай құралу жолдарымен танысқыларыңыз келеді, өздеріңіздің пікірлеріңізді және ұсыныстарыңызды комментарийда жазып өтсеңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Мінекей, сонымен біздің құрағымызда дайын болды. Қазір артық тұрған жіптердің барлығын қиып тастаймыз. Содан кейін тігістерінің барлығын қақ жарып, әдемілеп бүртіктеп алатын боламыз мінекей. Өте әдемі және оңай құралатын құрақ түрі және кез келген өлшемде, кез келген матадан тіксеңіздер болады. Сонымен достар, дайын болған құрағымның өлшемі 68-70. Барлық тігіс 8 мм-ден тігілді. Достар, менің жасаған жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.